көрдің бе, бәрі керемет болды. Ол нағыз супер жұлдыз болды. Биікке өте биікке ұшты да кемпір қосақ жасады. Содан кейін жерге қонды. Брум, брум, брум. Содан кейін айналып зу етіп ұшты. Зу. Рейнбоу Дэш! Пинки Пай, тағы бастамашы. Рейнбоу Дэш! Қазір емес, Пинки Пай. Бірақ Рейнбоу Дэш! Мен маңызды іске ұшып барам. Рейнбоу Дэш! Қазір емес дедім ғой. Саған жартастан абайлап өткегім келді. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Өзімшіл Грифон. 5 бөлім. Сәлем! Дэшті іздеп жүр едім. Көрдіңдер ме? Дэшті көрдің бе? Жарайды. Рахмет. Твайлайт, Дэшті көрдің бе, а? Ол ана жақта емес пе? Рейнбоу Дэш! Ұсталып қала жаздадым. Сәлем! Тағы да сәлем! Саған бір өтінішім бар еді. Жарайды. Саған уәде берем. Өте көңілді болады. Жарайды. Енді оңға. Жоқ, аздап солға. Ой, тоқта, тағы оңға. Енді аздап солға. Оңға жылжыта бер. Тоқта. Аздап оңға жылжытасың ба? Ал енді бірнеше сантиметр солға. Жақсы. Енді 1 сантиметр. Пинки Пай! Болды. Керемет болды. Енді менен белгі күт. Рейнбоу Дэш, біз Спайкты қылға атқанша қорқыттық. Жарайсың, Пинки Пай, сен қашанда жылдамсың. Қап, жарақаттанып қалмадың ба? Жоқ, қайдағыны айтпа. Айдаһарларға еш нәрсе болмайды. Жарайды, онда. Ықылығым енді басылатын шығар. Осыдан күлкілі нәрсе көрдің бе? Менің де өз ойлағаным бар. Сені мұндай әзілкеш деп ойламаппын, Пинки Пай. Айтасың ба? Маған әзілдеген ұнайды. Ол көңілді ғой. Пинки Пай жақсы. Көңіл көтерген жақсы көреді. Білесің бе, Пинки Пай, мен ойлағандай көңілсіз емес екенсің. Көңіл көтергің келе ме? Мен әрине білмеймін. Бірақ керемет. Болды, ақылықтамашы. Ол үйінде ме екен? Білмеймін, бірақ керемет болары анық. Әне ол.
Мұнысы нес? Онда әзілдесетін біреу бар ма? Флаттершай. Не? Жоқ, онымен әзілдесуге болмайды, ол өте сезімтал. Жай ғана әзілдейміз деп ренжітіп алуымыз мүмкін. Я, дұрыс айтасың. Олай болса, бізге мықтырақ біреу керек. Ол кім болар екен? Оу, тоқта, мен бір нәрсе ойлап таптым. Ең мықтысы? Кім ол? Әне ол. Екеуің ұқсайды екенсің. Жарайсың, Пинки Пай. Қуана бер, Рейнбоу Дэш. Бүгін екеуміз керемет көңіл көтереміз. Қайырлы таң, Пинки. Бұл менің досым Пинки Пай. Hey, сәлем. Пинки, бұл менің досым Грифон Джилда. Грифон деген кім? Жартылай бүркіт, жартылай арыстан. Иә, дәл солай. Джилда мен жазғы мектепте оқыған кезде достасқам. Ей, әлгі ән есіңде ме? Ендеше, күнде айтқызушы еді ғой. Оның сөзін ешқашан ұмытпайтын шығармын. Сонымен... Айтып көрейін. Ұшқыштар бәрінен жылдам, мақтаныш болып тұрған, бойына өнер тұнған, ұшқыштар бәрінен жылдам. Бұл деген керемет болды. Мен бір қызықты әзіл таптым. Джилда, бізбен барасың ба? Мен әзілдесуден ешқашан бас тартпайым. Бірақ Дэш, сен бүгін бірге ұшамыз деп уәде беріп едің ғой. Я, бірақ әрине, Пинки Пай, қарсы емес шығарсын, я? Джилда жаңа ғана келді ғой, кейін жолығармыз. Әрине, еш нәрсе етпей, көңіл көтеріңдер. Мен сендерге... Кейінірек қосылам. Бұл дегенің керемет болды ғой, дәл бұрынғыдай. Я, тек жылдамырақ ұштық. Ал енді не істейміз? Сәлем! Уақыт өтті. Мен келдім. Пинки Пай, өзің пысық екенсің. Дэш, екеуміз ана бұлтқа дейін ұшып бара аламыз ба? Рас айтасың ба? Жарайсың. 1, 2, 3, Алға! Мен жеңдім. жоқ, мен жеңдім. Мүмкін емес. Мүмкін. Дауласпа. Мен келдім деймін. Ешқашан Жоға, жеңген мен емессің. келдім. Дауласпа. Достар, сендер тең келдіңдер, бірақ Рейнбоу Дэш сәл ғана жылдамырақ болды. Бір тамшы ғана. Жеңілгеніңді мойында. Көрдің бе? Пинкидің осында келіп шындықты айтқаны жақсы болды. Жарайды, Дэш, соңғы жарыс, тағы бір бұлтқа барайық. Алға! Тым биікке ұшсаң, басың айналуы мүмкін. Достар, мен сіз ұшып кете жасапсыңдар ғой, Рейнбоу Дэш, сенің маған көрсетер жаңа әдістерің бар ма? Әлде әлі бұрынғыдай ұшып жүрсің бе? Жаңа әдіс? Тыныға тұр, Джилда. Қазір көрсетемін. Ей, Пинки, мұнда кел. Я? Керек емес жерге тұмсығыңды сұқпау керегін білмеймісің? Мен тұрғанда Дэштің сен сияқты понимен араласқаны дұрыс емес. Сен бізге кедергі келтіріп жатырсың. Түсіндің бе? Кет ары! Мынаны қарашы. Ей, біздің ұшқыш Пинки Пай қайда кеткен?
Pinkie Pie ketip kaldı. Жұмысым көп деді ме? Pinkie Pie, Дэштің досы сен айтқандай ашушаң ба? Я! Дэшті маған шулатар емес, маған кет деді. Ондай ашуланшақ Грифонды бұрын-соңды көрмеппін. Жалпы мен Грифонды көрген емеспін. Көрсем де Джилда сияқты деп ойламаппын. Менің не ойлағанымды білесің бе, Pinkie Pie? Сен досыңды қызғанып жүрсің. Қызғаныштан жап-жасыл болып кетеді, ал сен қызарып кеттің. Әрине сен қызғанып жүрсің. Тыңдашы, Пинки, сені ренжіткім келмейді. Дэштің тағы бір досы бар шығар, бірақ Джилданы ашушаң деуге болмайды. Меніңше арадағы қарым-қатынасты дұрыстауың керек. Дұрыстау керек, бірақ мен бәріне ана Джилда. Бұл шын сөзің бе? Мүмкін Твайлайт дұрыс айтқан шығар. Джилда мен ойлағандай жаман емес шығар. Кім білсін, бәлкім мен қызғаншақ шығармын. Керемет болды. Енді ауа райын реттеуім керек. Тез келем. Сен қалада қыдыра тұр. Мен біраздан кейін келем. Сен келгенше бір нәрсемен айналса тұрайын. Көріскенше. Жылан, қашыңдар. Мынау бұзылған қызанақ қой. Байқұс Смит-әжей, ол мұның әзіл екенін білмей қалды. Олай етуге болмайды. Жоқ, мен қателескен жоқпын. Мүмкін бұл әзіл шығар, Шок, мен қателеспеппін. Ол ашушаң әрі ұры екен. Қап бәлем. Жоқ, ол оны қайтарып береді, жай әзіл шығар. Балапандар, бұлай жүріңдер. Қане, үйрек ана, сіз енді боссыз. Хей, Кешіріңіз, бұл жолмен мен келе жатырмын. Кешіріңіз, мен тек... Кешіріңіз. Мүмкін көзіңді ашып тұяғыңа қарап жүрерсің. Мен тек... Мына понидің бәрі маған кедергі келтіреді. Жетер, жалықтым. Ол ашушаң, ұры, тәртіпсіз. Мен көрген ең жаман Грифон. Флаттершайға ешкімнің дөрекілік танытуына болмайды. Ешкімнің. Pinkie Pie, іске кірісетін уақыт келді. Мен оны сабасынан түсірем. Қош келдіңдер. Джилда деген кім, ол жайлы естімеппін. Ол Рейнбоу Дэштің досы екен. Үлкен Грифон. Ол, кейін айтайыншы, Твайлайт. Қош келдіңдер. Pinkie Pie, Джилдаға арналған кеш туралы айтсам, бұл ойың дұрыс деп ойлайсың ба? Яғни... Ойымдамашы, әдемі басымен ашушаң Джилданы ойлай берме. Pinkie Pie тәтең бәрін өзі реттейді. Мен сенен бір жас үлкенмін ғой. Джилда, сені өз кешімен шақыруды үлкен мәртебе санаймын. Біздің көңілді понилердің ортасында өзіңді жақсы сезінесің деп ойлаймын. Pinkie Pie, тұяқ ойыны жақсы ойнайсың ғой. Керемет. Иә, жақсы болды ғой, Pinkie Pie. Жүр, Джилда, сені достарымен таныстырайын. Бара жатырмын. Сенің не ойлағаныңды білем. Тамаша. Жоспарыңды да білем. Тіпті керемет. Мұнда тек тосын сыйлар болады деп ойлаймын. Бәрібір сенен көз жазбаймын. Менде сенен көз жазбаймын. Бер қараңдар, сендерді Джилдамен таныстырғым келеді. Ол Дэштің досы, Ванилияға қош келдің. Қош келдің. Сені көргенімізге қош келдің. Өз үйіңді сезін. Ванильді конфет, дәмін көрейінші. Джилда, пунш! Сен білмеуші ме едің? Біз кәмпитке ащы бұрыш қосамыз. Керемет, тамаша!
Иә, керемет екен. Джилда, қарашы, сыйлықтар. Серіппелер. Былтыр маған да біреу осылай әзілдеген. Оның кім екенін білетін сияқтымын. Рас па? Әдемі, иә? Ұнайтын шығар. Екінші торт та келді. Ал торттың мен үрлесем қайтеді? Спайк торты Джилда үрлейді. Ол бүгін біздің қонағымыз ғой. Иә. Бұл балауыздар өшпейді ғой. Маған бұл әзілі ұнайды. Қызық, бұны кім ойлап тапты екен? Иә, маған да сол қызық. Бәрібір емес. Торт дегенің керемет. Спайк, Не болды? Дәмін көрші тәтті. Эй, Джилда, айтшы, балауызға бола ренжімеген шығарсың. О, не дегенің дәш? Маған әзілдескен ұнайды демеп бедім. Жүр онда, торт жейік. Ей, сені қырағы көзімнен таса қылмай. Солай ма? Мені Грифон сияқты аңдысаңшы. Эй, пони құйрық ойынын ойнағалы жатырмыз. Бізбен жүріңдер. Бұл менің сүйікті ойыным ғой. Мен бастайыншы, маған күлгін құйрық керек. Мұндағы құрметті қонақ мен ғой. Сондықтан күлгін құйрық менікі. Я? Дұрыс айтасың. Қане көзін байлайық. Ей, не істеп жатсың? Сені шыр айналдырамыз, содан кейін сен понидың құйрығын орнына жапсыруың керек. Қане тік жүрде құйрықты жалға. Ал енді тік жүрде құйрықты жалға. Иә, бұл тағы бір әзілің ғой, ә? Солай ма? Мен мына жаққа барам. Тоқта, сурет мына жақта. Джилда, сен құйрықты дұрыс жалғамадың. Сенің ойыңша осылай көңіл көтеру керек пе? Дәл сендер сияқты ақмақ жаратылысты ешқашан көрмеппін. Пинки Пай, сен ақмақтар ханшайымысың. Әзілдеріңде ақылға сыймайды. Осындай ақмақтыққа бола ашуланады деп ойладың ба? Білесің бе, Дэш, мен мыналардан әлдеқайда кереметпін. Мына түкке тұрғысыз понилерден аулақ кетейік. Кеттік, Дэш. Кетеміз дедім ғой саған. Рейнбоу Дэш. Білесің бе, Джилда, бұл әзілдің бәрін мен ұйымдастырдым. Не? Демек, ақмақтар ханшайымы мен болдым ғой. Қойш, Дэш, бұл әзілің шығар. Бұл әзілдер саған арналмаған еді. Бірақ бәріне өзің тап болдың. Не дейді? Мұны неге білмегенмін? Бұл Дэштің әзілдері ғой. Мүмкін емес, бұл Пинки Пайдың әзілдері. Мені ақмақ қылып көрсету үшін ойлап тапқан. Мен бе? Мұны мен істеді деп ойлайсың ба? Бұл кеш сенің көңіліңді көтеретін шығар деп ойласам. Өзіңді өзің ақмақ етіп көрсеттің, ұқтың ба? Ескі досым жаңа достарымды дәл осылай ренжітеді деп ойламаппын. Егер саған мәртебең артық болса, онда өзіңе жақсы дос тауып ал, тек басқа жақтан. Солай де, сен ақмақ екенсің. Бұрын керемет едің. Қазір сен ондай емессің. Бұрынғыдай болғың келсе, айтарсың. Мен кеттім. Ешқашан. Мәссаған, кешті жалғастырамыз ба? қалай болғанын Кім ойлаған? Қызық екен. Джилданы мұндай ертіп келгенім үшін кешіріңдер. Оны мұндай дөрек екенін білмеппін. Пинки Пай, керемет кештің шырқын бұзғанына қатты өкініп тұрмын. Ей, егер салмақты болғың келсе, онымен бірге баруыңа болады. Жоқ, сендермен көңіл көтергім келеді. Ренжімейсіңдер ме? Ренжімейміз. Пинки Пай, сені қызғаншақ дегенім үшін кешір. Бұл жол мен қателескен сияқтымын. Ештеңе етпейді, Твайлайт. Сенің өзің кейде қателесуің мүмкін. Қане? Кеттік! Алақай, мереке жалғасады! Қымбатты Селестия ханшайым, бүгін бір маңызды нәрсені ұқтым. Бір қызығы, кейбір понилер көңілсіз ортада көңіл көтергенді ұнатады екен. Көңіл күйің қандай болса да, достармен қарым-қатынасты үзбеу керек екен. Сол кезде кімнің нағыз дос екені анықталады. Сіздің адал шәкіртіңіз Твайлайт Спаркл. Қымбатты Твайлайт, адал шәкіртім. Мынау басқа сия ғой.
5-ші Қане, Twilight, сенің қолыңнан бәр келеді. Жақсы, Спайк. Ха-ха, керемет. Сиқырлы әдістерің көбейіп келеді. Осымен 25 түрлі әдіс. Мен санап жүрмін. Және меніңше бұл ең таңдаулы әдісің. Сәлем, Twilight. Мынау не? Жай шейін бәленде ештеңе емес. Бұл менің жаңа мұртым. Кешір, Ромео. Сәл жаттыққан соң бұдан да әдемірек көріне бастайсың. Жаттығуды жалғастыра бер. Тоқта! Қап, әттеген ай. Сүйкімді пони, сүйкімді пони сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл сүйкімді пони. Дос болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Мақтаншақ 6-ші бөлім. 25 түрлі әдіс. Мен болсам, жалғыз мүйіздіде тек бір ғана әдіс болады деп ойлап жүрмін ғой. Түсінесің бе, Twilight? Оның рас. Ән айталатын понилер тек ас әзірлеумен санауды ғана біледі. Ал менің ерекше қабілетім сиқыр көрсету. Дұрыс айтасың, Twilight. Сен керемет сиқыршысың. Ой, Спайк, болды енді. Бұл жерде мен сияқты сиқыр көрсете алатын понилер көп екенін білемін. Әзілдеп тұрсың ба? Бүкіл өңірде дәл сен сияқты мықты жалғыз мүйізді бар деп ойламайын. Жолдаққа шықтар, біз асығып келеміз. Ей, Снолс, не болды? Сен естімеп пе едің? Қалада жаңа жалғыз мүйізді пайда болды. Иә, ол басқаларға қарағанда көп сиқыр біледі деп естідім. Рас па? Мүмкін емес, Twilight ең мықты жалғыз мүйізді. Әлгі жалғыз мүйізді қайда? Қалалық алаңда. Кеттік. Иә, тезірек барайық, кеттік. Мұнда келіңдер. Көркем Триксидің таңғаларлық сиқыршылық өнеріне куә болыңдар. Керемет. Ұлы Триксидің өнерін тамашалаңдар. Ол сендерге бүкіл ғаламшардағы ең қауіпті әрекеттерді көрсететін болады. Мәссаған, мақтаншақ қой. Қойш, бірде-бір пониде Twilight тікіндей сиқыршылық қабілет жоқ. О, Рерити, мұртым. Қабілетті болғанда тұрған түкте жоқ. Әрине, мектеп оқушысы жаңа бантымен мақтанғандай қабілеттімін деп мақтанудың қажеті жоқ. Орталық алаңға келіп өнерін көрсетіп мақтанса да, бізден асып солмайды. Я, өйткені бұл жерде ең қабілетті пони мен ғана. Яғни, сиқыр да, сиқыршы да менен күшті емес. Тоқтай тұрыңдар. Көрермендердің арасында өнеріме сенбейтін понилер бар сияқты ғой. Атақты Триксидің ерекше қабілетіне күмән келтіріп отырған кім екен? Алдыңдағы, бүкіл Эквестриядағы ең күшті пони екеніне сенбей тұрған кім екен? Ол өзін кіммін деп ойлайды? Иә, білеміз, Twilight бәрінен мықты. Не болып қал? Триксиді ешкім ұнатпай қалғанын көрдің ғой. Мені де мақтаншақ деп ойлағандарын қаламаймын. Сонымен, Трикси, сен неге өзіңді бәрінен мықтымын деп санайсың? Жауап бер. Өйткені Триксидің құдіретті күші ғана үлкен Урсуды жеңе алады. Түсіндің бе? Бәрі үмітін үзіп, көмек сұрайтын ешкім болмаған кезде, ұлы Трикси сиқырлы күшін пайдаланып, оларға қол ұшын берді. Ол Урсуды жеңіп, оны мәңгі жасыл ормандағы үңгіріне қуып жіберді. Көрдіңдер ме? Мәссаған. Ендеше бәрі түсінікті. Трикси понилер мекеніндегі өте қабілетті әрі өте мықты пони. Жоқ, біле білсең, бүкіл Эквестрияда. Оны қайдан білесіңдер? Сендер мұны көрген жоқсыңдар. Бұған қоссаң. Бұл рас. Маған тәнті болған табынушыларым. Трикси аймақтағы ең мықты пони. Сендер оның сиқырлы күшіне сенбейсіңдер ме? Жақсы.
сендерді шайқасқа шақырам. Не істесеңдерді, мен асып түсем. Ал, кім бар? Әлде Трикси бүкіл ғаламшардағы жеңімпаз пони болып қала бере ме? Өтінем, мен бұған шыдай алмайым. Оған қолыңнан не келетін көрсетуің керек. Спайк, мен сиқырымды қазір қолданбаймын. Әсіресе, Мәселен, сен. Менімен шайқасасың ба? Трикси қайталай алмайтын, бізге көрсететін өнерің бар ма? мен... Қане, қыстақтан шық. Болды, жетер. Мен енді бұған төзбейм. Өнеріңді көрсет, Эпплджек. Ал сен бұлай істей аласың ба? Осылай істеп көр, мақтаншақ. Мақтанатын түгі де жоқ. Қара, үйреніп ал. Кейін қайталап көрсетпейм. Бұл жолы да құдіретті Трикси жеңді. Қонаққа келіп алып мақтанғаның жақсы емес. Солай ма? Ал, маған қара. Менің атым бекерге Рейнбоу Дэш емес. Мінекей. Триксидің өнерін көргеннен кейін, сенің атың сиқыршы Смақ болады. Мен ауырып қалған сияқтымын. Бұл қалашықтағы понилер менімен шайқаспай тұрып, жақсылап ойланатын шығар деген ойдамын. Өйткені мен Триксимін. Бізге тағы бір жалғыз мүйізді керек. Сиқыр қолдан алатын жалғыз мүйізді. Түсінесіңдер ме? Я, Триксиді жөнге салатын жалғыз мүйізді. Сиқырдың не екенін білетін жалғыз мүйізді. Жетер, кімді айтқандарыңды түсіндім. Бірақ Рэритиге бұл ойындар түк емес. Рейнбоу Дэш пен Эпплджек не істесе де өздері білсін. Ал Рэрити сұлулығын ешқашан жоғалтпайды. Не болды? Өзің жал деп атайтын құстың ұясына ұқсас нәрседен айырылуға қорқасың ба? Бұл деген... Мүмкін өзіңді бәрінен мықты санайтын шығарсың, бірақ бұл әрекеттерің өте дөрекі көрінді. Жалғыз мүйізді күшті ғана емес, сәнді көріне білу керек. Жалғыз мүйізділер сұлу және сымбатты болуы тиіс. Түсіндің бе? Рэрити достарымызды мазақ қылуға жол бермейді. Ол сұлу, сымбатты, өте... Тезірек, маған айна керек. Ол менің жалыма не істеді? Қорқынышты қылып қойған сияқты ғой. Жоқ, алыңдама. Сен сұлусың. Жап-жасылсың. Не болды? Жоқ, жасыл шашпа. Жоқ, маған ұнамайды. Маған ұнамайды. Несі бар? Ал маған ұнайды. Қане Твайлайт, бар оған кім екеніңді көрсет. Твайлайт, барсаңшы енді. Не деп тұрсың? Мен кәдімгі понимін. Олай емес, сен одан да асып түсесің. Жоқ, қателесесің. Сен не, өзіңді ұлы Триксиден артық санайсың ба? Қабілетің менікінен асып түсет деп ойлайсың ба? Қане, Триксиге бар өнеріңді көрсет. Бәрімізге көрсет. Кім? Мен бе? Мен Понивилияның қарапайым тұрғынымын. Сиқыр білмеймін. Менің шаруаларым көп. Кешіріңдер, мен кеттім. Твайлайт! Расымен ақ. Сонда теңдессіз Триксиді бүкіл Эквестрияда ешкімде жеңе алмай ма? Бұған күмәнім де болған жоқ. Міне, сен сұраған сұлы сусынын әкелдім. Саған ұнайтындай дәні көп. Дән.
Бізге басқа хикая айтып берші теңдессіз Трикси. Иә, үлкен ұрсуды қалай жеңгеніңді айтып берші. Трикси сендерге ерлік көрсетем деп қатты шаршады. Мені таңға дейін мазаламаңдар. Түсіндіңдер ме? Әрине, теңдессіз Трикси. Әрине. Дегенің болсын, бұйрығыңды орындаймыз. Мұнда не істеп жүрсіңдер? Жақсылық жасадық. Кімге? Теңдессіз Триксиге. Қалай? Жай ғана сусын әкеліп бердік. Оның ертегілеріне қалай сеніп қалдыңдар? Ол Туайлайт сияқты емес. Ол мақтаншақ. Ұлы құдіретті Трикси үлкен ұрсуды жеңген. Ол Туайлайтыңның қолынан келе ме? Солай ма? Мұны өздерің көрдіңдер ме? Біз бе? Жоқ. Бірақ не болды? Не болушы еді? Дәлел жоқ. Білесің бе, мұны өз айтты. Тыңдаңдар, үлкен Урсу осы көшеге келіп, Трикси оны жеңбейінше, оның ешбір сөзіне сенбеймін. Сендер де сенбеңдер. Үлкен ұрсу осы көшеге келу керек пе? Смолс, сен де солай ойлайсың ба? Неге ескі заттарды сататын базар деп атайды? Онда ескі заттар сатылмайды ғой. Иә, кеттік. Туайлайт, кітабыңды қоя тұрып мені тыңдашы. Көрдің ғой, Трикси мақтанып еді, бәрі ашуланды, Спайк. Егер мен сиқыр көрсетсем, достарының бәрінен айырылам. Бұл екеуі бір нәрсе емес, Туайлайт. Сен достарыңды қорғау үшін сиқыр қолданасың. Жоқ, Спайк, бұл екеуі бір нәрсе. Қойш, Туайлайт, тіпті болмашы сиқырыңның өзі Триксиді шаңғап тұруға жетеді. Мен ешкімге мақтаншақ болып көрінгім келмейді. Бірақ сен бәрінен асып түсесің ғой. Өтінем, Спайк, жоқ дедім ғой. Қалағаның осы болса, жүрей. Үлкен ұрсуды қалай табамыз? Мен тіпті тұяғымды көрмей келем. Тоқтай тұр. Енді дұрыс болды. Ей, достар, қайда қашып барасыңдар? Мен сөйлесе алмаймын. Бәлеге қалдық. Үлкен ұрсу қуып келеді. Туайлайт! Трикси, көмектес. Қателеспесем, ұлы Трикси мазаламауды өтінген. Бізде бір болмашы мәселе бар. Шынымды айтсам, үлкен мәселе. Таңға дейін шыдай алмадыңдар ма? Сонда ол қандай мәселе? Туайлайт, мұнда кел, бол! Айттым ғой, Спайк, мен Триксимен жарыспаймын. Жоқ, сен түсінбедің, бол! Бұл менің ойымдағы нәрсе ме? Дәл соның өзі. Ұлы құдіретті Трикси, сен ұрсуды жеңуің керек. Иә, ал біз қарап тұрамыз. Біз оны бұл жерге әзер ертіп келдік. Тоқтаңдар, сендер оны осында ертіп келдіңдер ме? Естерің дұрыс па? Бірақ сен ұлы құдіретті Триксисің ғой. Иә, есіңде ме? Сен ұрсуды жеңгенсің. Жарайды. Әрі тұрыңдар. Болды. Қане, Трикси. Уақыт кетірмей оны жеңіп таста. Мұның жарамады енді. Иә, қане, өзің білетін керемет сиқырлы әдістеріңді көргіміз келеді, Трикси.
Біз ұрсуды қалаға ертіп келдік. Не істедіңдер? Алаң болма, теңдессіз Трикси оны жеңеді. Жеңе алмаймын. Жеңе алмаймын. Ешқашан жеңген емеспін. Үлкен ұрсуды ешкім жеңе алмайды. Не дейсің? Әдісті дұрыс қолдандың. Не болып жатыр? Бұл жаңа әдіс. бірақ мұндай мықты демедік. Кешіріңдер, өтінем, мені жек көрмеңдерші. Жек көргеніңіз? О, не дегенің, құрбым? Трикси, сиқыршылық қабілеттерін көрсеткен кезде бәрің оны жек көргендеріңді білем. Жоқ. Сиқырдың бұған еш қатысы жоқ. Трикси жай ғана мақтаншақ. Онысы бізге ұнаған жоқ. Аузымен орақ оруды ғана білет. Демек, сиқыр көрсетуіме қарсы болмайсыңдар ма? Сен сиқыр көрсетуге әуессің, ал біз сені жақсы көреміз. Сендей қабілетті күшті жалғыз мүйізді досымыз бар екенін мақтан етеміз. Ұрсуды ұйықтатып өңгіріне апарып тастағаннан кейін мәртебең асқақтады. Рас па? Аха. Мә саған тойлайды. Үлкен ұрсуды қалай жеңу керектігін қайдан білдің? Сен маған келгенде соны үйреніп жатқанмын. Трикси қоймай мақтанғаннан кейін мен де үйреніп алғым келді. Сонда үлкен ұрсуды жеңуге болады дейсің ғой, солай ма? Ол үлкен ұрсу емес, ол қонжық, кішкентай қонжық. Сонда жаңағы қонжық па? Және ол мүлдем зұлым емес, жай ғана еркеледі. Өйткені біреулер оны оятып жіберді. Егер қонжық сондай болса, үлкен ұрсу қандай екен, а? Оны білмегенің жөн. Мүмкін сен қонжықты жеңгенде шығарсың. Бірақ ұлы құдіретті Триксидей қабілетті бола алмайсың. Қап, сені ме? Кете берсін. Бір күні бәрін түсінеді. Ал енді екеуіңе келсек. Қонжықты оятып жібергенімізге өкінеміз. Біз жай ғана сиқыр көргіміз келді. Иә, қонжықты жеңгеніңе тәнті болдық. Біз кез келген жазаны өтеуге дайынбыз. Ең алдымен мына жерді жинастырыңдар. Ал, қалай ойлайсың, Спайк? Оларға 25-ші әдісті көрсетейін бе? О, 25-ші? Иә, меніңше мен де осы жазаға лайықпын. Дұрыс айтасың, Спайк. Керемет! Қымбатты Селестия ханшайым, мен достық туралы көп нәрсе білдім. Мақтаншақ боп көрінуден қорыққаннан ерекше қабілеттерімді жасырған едім. Достарымның арқасында бұл қабілетімді мақтан етуге болатынын түсіндім. Және кейбір кезде достарыңды қорғау үшін қабілеттеріңді көрсеткен дұрыс екен. Демек, ақыры бүкіл Панивилиядағы ең қабілетті жалғыз мүйізді екеніңді мойындадың ба? Не ғой? Я, бірақ мақтанатын түгі де жоқ. Сонымен, Рерити не деді?
Ол менің мұртыма қарамай қойды. Білемін, Спайк, мұртың бар болсын, жоқ болсын, мінезің өзгермейді. Одан да осы күйіңде қала бер. Әлде мұрт жеткіліксіз болды ма? Мұртым мен сақалым болса қалай болар екен? Туф, қойшы. Жарайды. Әлде Текенің сақалындай сақалым болсашы? Иегіме не істесем екен, а? 6 бөлімнің соңы. Фильм қазақ